Телефонға телміріп, хабар күтіп қашанғы отырсын. Жалғыз ұлынан қапияда көз жазған қария шыдай алмай таныс тергеушіге өз аяғымен барған. Жылы жүзді қарапайым жігіт елпілдеп қарсы алды. Аманжол Ахметұлы, сізден несін жасырайын, бастапқы балаңыздың бас дәрігер болғанын көре алмай аяғынан шалған бәсекелес, бақталас біреулер болды ма деген күдіктенгенбіз. Сосын оның бұрынғы жұмыстарымен де жақын араласатын жора жолдастарымен де жақсылап сөйлестік. Бәрі де оның ешқашан ешкіммен дауласпағанын, ешкіммен жауласпағанын, өз ісін жетік білетін мықты маман, ұжымда сыйлы азамат болғанын, адамгершілігі жоғары жігіт екенін айтты, деді тергеуші. Айналайын-ау, Маратжан керек десең, тіпті сол бас дәрігерлік орынға қызыққандай емес қой. Тәжірибесі мол жасы үлкен дәрігерлерге жол беріп, ұсынған қызметтен бірден бас тартыпты. Сен жассың, күш-қуатың мол, оның үстіне шетелден алған білімің де, тәжірибең де бар. Сырттан келетін бөтен біреу емес, сенің басшы болғаныңды қалаймыз деп, ұжымдастары қоймағасын, ақыр келісіпті ғой. Өткенде жаназасына келгендер айтып отырды. Өзінің артық ауыз әңгімесімен ісі жоқ еді ғой. Біз соның бірін білмейміз, деді әкесі байыппен. Аманжол Ахметұлы, өзіңіз де білетін шығарсыз, қазір мемлекет денсаулық саласына аса үлкен көлемде қаржы бөліп жатыр. Отандық медицинаны жақсарту мақсатында рак, СПИД, туберкулез ауруларын емдеу жергілікті халыққа енді тегін. Шынымды айтайын, мол ақша жүрген жерде бір шикілік шығып қалама деп қауіптенгенбіз. Алтын көрсе періште жолдан таяды деп ойлаған шығарсыңдар, дұрыс қой. Жауапты органдардың білдей мамандары емхананың қаржылық істерін, ішкі сыртқы шаруаларын қатаң тексерістен өткізді. Оның артынан сөз ерітіндей бір ілік шыққан жоқ, деді тергеуші. Аллаға шүкір, деп әкесі толқығаннан көзіне келген жасына ірке алмай үнсіз отырып қалды. Қаққан қазықтай қақшиған ұзын бойлы қағылез жігіт білегіндегі сағатына қарап қойып: Аманжол Ахметұлы, кешіріңіз, бүгін біраз уақытыңызды алдым. Тергеу жұмыстары әлі біткен жоқ. Қанша уақыттан бері қол қусырып қарап жүрмегенімізді сіздер білсін деп, атқарған ісіміздің шет жағасын ғана айтып отырмын. Шын қылмыскерді қайткенде қолға түсіреміз. Соған бар күш-жігерімізді салып жатырмыз. Алла жазса, таяу арада тағы кездесерміз. Аман сау болыңыз, деп қатқылдау үнмен сәл ресми қоштасты. Баласы қайтқалы еңсесі түсіп, үнемі жабырқау жүретін Аманжол Ахметұлы Мараты үшін ешкімнің алдында қызармағанына мың сан мәрте шүкіршілік етті. Жүрегің бір мақтаныш кернеп бара жатқандай, оған деген ризашылық сезімін ішіне жасыра алмады. Бала күніңнен ешкімнің ала жібін аттаған жоқсың. Өзгенің кемесі өрге жүзсе, өзіңнің жетістігіндей қуанатын едің құлыным-ау, деп үйге жеткенше жалғыз ұлының рухымен тілдесумен болды. Майя Борисовна күндіз жұмысқа алданып, басына түскен бақытсыздығын бір сәт ұмытқандай болғанымен, кешкісін аяғына біреу ауыр тас байлап қойғандай алға басқан қадамы артқа кетіп, өз үйіне кіруге жүрексінетін. Жұмыстан шаршап шығып, көлік кептелісіне тап болып, үйге құр сүлдесін сүйреп келгенде, шамдары өшулі қараңғы пәтерге кірудің өзі бір ақырет екен. Қызы сабақтан кеш келген кездері үңгірдей үңірейген үйдің әр бөлмесі қандай үрейлі десеңші. Ішке кіруге бетінен басатын, аяқ басқан сайын жаңғыра күңгірлеп тұратын сияқты ма қалай өзі. Кейде қызы сабағынан ерте келсе, ас үйде маймен жуа шыжғырылып, жеңіл-желпі бірдеңе пісіріп жатады. Жаны жабырқау анасының ендігі жалғыз қуанышы тек Альфиясы ғой. Алдынан шығып бетінен сүйіп, қолындағы сөмкесін алады, сырт киімін ілгішке іледі. Майя Борисовна тамаққа түк зауқы соқпаса да, еліктің лағындай сүйкімді қызының көңілі үшін аузына тамақ салған болады.
Қашанғы өз үйінен өзі қаймығып, үй маңындағы дүкендерді аралап, саябақты шарлай берсін. Жауын-шашынды күндері амал жоқ Альфиясының келуін күтпей ішке кіруге мәжбүр болады. Ол бүгін тұла бойы қалтырап, денесі тоңа бастаған соң үйіне лашсыз кірді. Жылы су себелеген себезгі астында біраз тұрды да, түгі жұмсақ аппақ халатын айғара жамылып, денеге жайлы көлдей көрпесіне сүңгіп кетті. Әшейінде түнімен кірпігі ілінбей, таң атқанша кең төсекте ауға түскен ала бұғдай аласұрып шығатын ол бірден маужырай бастады. Қалың ұйқыда жатқан кенет бетінен біреу төніп тұрғандай болды. Бірден көзін ашуға батылы жетпей, өтірік ұйықтағансып жата берді. Керуетті сәл ғана сықырлатып біреу төсекке жатты. Ұйқылы ояу, Маратти күйге енді келіп жатыр екен-ау, деп ойлады ол. Бас дәрігер болғалы жұмысын сылтауратып, күйеуінің үйге кеш келетін кездері тым жиіленіп кетті. Таңғы асты шала шарпы ішіп, кейде тіпті оразасын ашпастан үйден асығыс шығып бара жататын жарын енді мәңгі көрмейтіні, оның бұл өмірде жоқ екені кенет есіне түсті. Сол-ақ екен, өз ойынан өзі шошып көпке дейін есін жия алмай қалды. Сонда кең төсектің арғы басында ақырын ғана тыныстап ұйықтап жатқан кім болғаны? Оқыс қимылдаса, жанында жатқан белгісіз біреу алқымнан алып буындырып тастардай зәресі ұшсын. Күні кеше ғана қойындасып бірге жататын Мараты өлген соң үрейлі елеске айналып кеткені ме? Талмаусырай жатып таңға жуық көз ілінді. Түс көрді. Бастан аяқ ақ шүберекке оранған, өңіде сол ақ шүберектей қан сөлсіз Марат бұл мінген машинаның артынан қуып келеді екен. Шіркіннің жүйрігін-ай, тіпті аяғына тимейді. Үстіндегі ақ кебіні желмен желпілдеп жүгіріп келеді. Жалаңаш денесі жарқ-жұрқ етіп зуылдаған жүйрік көліктер қалар емес. Біраздан соң оранған шүберегі ағытылып жерге шұбатылды. Ақыры көзінің аңғары үңірейген, тістері ақсиған, құлақ мұрыннан жұрдай қу қаңқа көлікті қуып жетіп, кесе көлденең тұра қалды да, менімен бірге жүр, бол кеттік деп, бұны қолынан тартқыласын. Қолы қандай тастай еді, сықырлаған қу сүйек. Оның көк темірдей шеңгелінен қалай құтыларын білмей, қол аяғы ербеңдеп, жанталасы арпалысып жатып оянып кетті. Бірақ дүк-дүк етіп кеудесін ұрған асау жүрегінің дүрсілін басуға дәрмені жетпей, жаны мұрнының ұшына келсін. Таң ағарып атқанша көрген түсі көз алдына келіп, қанша ойламаймын десе де миында шыр айналып тұрып алды. Сәлден соң ұйқашар сағат шырылдап қоя бергені. Ол сол дыбысты арқаланып орнынан атып тұрды. Бойындағы бар батылдығын жиып алды да төсегінің арғы басына еппен көз қиығын тастады. Шынымен біреу көрпесін тарс бүркеніп, мұрны пысылдап ұйықтап жатыр екен. Жүрегі аузынан шығып кете жаздасын. Өлгенне бірер ай болған адам көрден шығып үйіне келіп таң атқанша өз төсегінде ұйықтапты дегенді өмірі естімеген ол. О құдайым, ақылым ауысып кетпесе жарар еді, деп көзін тарс жұмып, көкке қарай қолын жайып, ішінен ұлы жаратушыға жалынып жалбарына бастады. Керует тағы сықырлағандай болды. Дереу көзін ашып жіберіп төсекке қайта қараған. Сүп-сүйкімді башпайлар көзіне оттай басылсын. Тырнақтары күрең түске боялған таныс башпайлар. Басың тарс бүркеген балауса қызы ыстықтап, көлдей көрпені теуіп тастаған ба, жіп-жіңішке дүп-түзу бір сирағы сәл ашылып қалыпты. Майя Борисовнаның қуанғанынан көзінен жасы шығып кетті. Қазақтардың қорыққанмен қуанған бір дейтін рас-ау, сасқанынан. Тұр, тал түске дейін жата бермей, сабағыңа кешігесің деп қызына айқай салсын. Ой, мам, бүгін демалыс емес пе? Адам бір алаңсыз ұйықтайын десе, не болды сонша айғайлап? Әлфия әрі қарай аунап түсті де, қайтадан мұрны пысылдап тәтті ұйқыға шым батты.
Майя Борисовна соңғы күндері мүлде ұйқыдан қалды. Көзі ілінсе болды, шытырман түстер көреді. Басы да, аяғы да жоқ, ылғи бір үрейлі түстер. Үсті басы қызылалаған Марат сүйретіліп үйге кіріп келе жата ма, Құдай-ау. Сен қанымның түгел ағып кеткенін күтіп отырасың ба? Неге маған жедел жәрдем шақырмайсың? Деп ренжиді екен. Бүгін де бастырылып жатып ұйқысынан әзер оянды. Қызы сабаққа кетіпті. Жалғыз өзі кофе қайнатып таңғы асын ішкелі отырған кенет ыдыстағы қою қоңыр кофе емес, Мараттың ып-ыстық күрең қаны секілді сезінсін. Аузына апара бере лоқсып ваннаға қарай тұра жүгірді. Түнімен дұрыс ұйықтай алмаған соң ба, түймедей нәрсе көзіне түйедей көріне бастады. Ет асса, тап бір күйеуінің етін пісіріп жатқандай болады. Бір түрі ет жеуден қалды. Жалғыз қалса дереу марқұм Мараттың елесі жанынан табыла кетеді. Күннен күнге жүдеп жадап, көзі шүңірейіп, жағы құшиып, қу сүйегі ғана қалған Маяны тек жұмыстастары да, көршілері мен таныстары да іштей қатты аяйтын. Ата-енесі де анда-санда үйге келгенде оның тірі әруаққа айналған түріне көріп, ой дүние-ай, екеуі бір-біріне өлерде ғашық болып еді, қандай қиындықпен қосылды. 25 жылдай бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір кешті. Бұл байқұсқа сүйген жарынан айырылу қайдан оңай болсын енді, деп аяушылықпен қарайтын. Сосын айналайын, өлгеннің артынан өлмек жоқ, тірі адам тіршілігін жасайды. Мына жалғыз қызыңның қызығын көруің керек. Қайғыға бұлай беріле берме, оның түбі де, шеті де, шегі де жоқ. Өз-өзіңе қара, дәрігерлерге көрін, деп жалына бастады. Оның өзде дәрігерге қаралып, ем-дом алмаса, жағдайының жақсармайтынын түсінді. Қашанғы ұйықтататын дәрмен жүрсін, жүйке тыныштандыратын дәрі-дәрмекке сүйеніп кетсе, кейін халі не болмақ? Амал жоқ, қызын ата-әжесінің үйіне жіберіп, жыл құстары жылы жаққа қайтып жатқан кезде өзі жүйке ауруларына арналған ауруханаға табалдырығын аттады. Ауыр қайғыдан қан жұтып, қабырғалары қайысқан Аманжол ақсақал мен Ақмарал бәйбішені іргелес көршілері мен байырғы жолдас жоралары алма-кезек көңіл шайға шақыра бастады. Бастапқыда екеуі түрлі-түрлі сылтау айтып, ат-тондарын ала қашатын. Артынан жанашыр жұрт қайғымызға ортақтасып, шын ықылас пейілмен дәмге шақырып жатқанда бас тартуымыз ұят болар деп ойлады. Сол көңіл шайға барған үйлерінің бірінде жиналған адамдар бастапқыда мың құбылған ауа райын, орыс пен Украин арасындағы соғыстың созылып бара жатқанын, базардағы шарықтап кеткен бағаны тиіп қашып, тілге тиек етіп отырған. Көп ұзамай солардың біреуі Құранға қарап бал ашатын бір керемет сәуегей жайлы сөз қозғасын. Алдағыны Алла біледі. Көріп кел, балгер құмалақшыларға бару үлкен күнә. Аллаға серік қосу, деді қонақтарын бірі жақтырмай. Сол-ақ екен, бағзы көршілер жан-жақтан өз ой пікірлерін жапырлай ортаға сала бастады. Ой, біздің діндарлар ән салуды да, сурет салуды да күнә дей береді. Бала кезімізде малы жоғалғандар құмалақшы балгерлерге баратын. Құран оқи отырып қара суды теріс ағызатын жайлы оқып ем. Малдың қу жауырына қарап отырып, алдағы қыстың күн райын керемет болжайтын мықты сәуегейлер болған ғой баяғыда. Психикалық ауруларды емдеуге қазіргі медицинаның қауқары жетпейді. Жынданып кеткен небір сырқат адамдарды ерте заманда тек қасиетті күшті бақсылар ғана емдеп жазыпты. Біздің бала кезімізде ауылымызда сынықшы бір әже болды. 7 атасынан бері тұқым қуған сынықшылардың ұрпағы еді. Ол кісі қыста шанамен жотадан сырғанап ойнап жүріп, трактор басып кеткен баланы қол-аяғын ақырын сипалап отырып салып берген. Кейін жер аяғы кеңгесін әкесі аудандық ауруханаға барып рентгенге түсірсе, быт-шыт болған уақ сүйектеріне дейін орын-орнына түскен екен. Қазір сол жігіт аман сау,
балдақсыз-ақ шауып жүр, деді төрде отырған шалдардың бірі. Иә, ондай кісілерден күнә деп теріс айналу меніңше дұрыс емес. Жаратушы жалғыз иеміз олардың бойына елде жоқ ерекше қасиетті бекер берді дейсің бе? Қиындыққа тап болған мұқтаж адамдарға көмектессін деп берген шығар. Сондықтан олардың айрықша қабілеттерін орнымен пайдалану керек, деп кеш соңында қонақтар бір мәмілеге келгендей болды. Үйге келген соң да 2-3 күнге дейін қалың қой құшағынан шыға алмай жүрген Ақмарал бәйбіше, сен қарсы болмасаң, мен әлгі жұрт айтып жүрген көріпкелге барайын. Құран аштырып, Маратжанды кім өлтірген сұрап көрейін. Егер шынымен де қасиеті мықты болса, баламыздың ажалына кім себепкер болғанын айтар, деді. Қаншама жыл облыстық газетте тілші, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактор болған Аманжол Ахметұлы. Біздің көріпкел жағалап жүргенімізді таныс біреулер көріп қалса қайтеміз, деп оң ойланып, жүз толғанып, бірнеше күн үнсіз жүрді. Ақыры жалған намысты қойып, жұрт не ойласа соны ойласын. Қашанғы басқалардың қас-қабағына жалтақтай береміз деп, бәйбішесінің көңілі үшін сәуегейге баруға келісімін берді. Оның бір өзі жібергісі келмей, әркімнен сұрастыра жүріп, әзер дегенде қалаға іргелес ауылдың бірінде тұратын көріпкел әйелдің үйін тапқан. Тал терегі мол, тып-тыныш көшенің басындағы қос қабат зәулім сарайда тұрады екен. Кең ауланың бір шетінде кісі қабылдайтын шағын үйшігінің кірер аузы қаптаған адам. Тіпті ине шаншар жер жоқ. Кезек күтіп отырғандардың бір-біріне сыбырлас айтқан әңгімелеріне қарағанда, көбі күйеуі көзіне шөп салған келіншектер мен жігіті тастап кеткен қыздар сияқты. Сақалды басымен солардың ортасында отырғанына қымсынған Аманжол Ахметұлы тіпті келгеніне іштей өкіне бастады. Шешінген судан тайынбас, ақыры келдік қой, сабыр сақтайын деп, өзін-өзі қолға алғаны сол еді. Түпкі бөлменің есігі айғара ашылып, қасы көзі қап-қара көрікті келіншек басын қылқитты. Бет пішімі ұйғыр не түрік ұлтына келеді екен. Емшінің көмекшісі шығар деп жорыды бұл. Қазір сіздер кезексіз кіресіздер, деді таза қазақша. Екеуі асығып, аптығып, сүрініп, қабынып, іркес-тіркес табалдырықтан аттады. Қақ төрде биік үстелдің басында жаңағы жас әйел отыр екен. Екі жағында жіп-жіңішке 2 шырақ лып-лып етіп жанып тұр. Бұл бөлменің де қабырғаларына алтын әріппен жазылған арабша сөздерді картина құсатып қатар-қатар іліп қойыпты. Сірә Құран сүрелері болар деп жорыды. Жеке суретін әкелдіңіздер ме? Деді ол бірден. Ерлі-зайыпты екеуі бір-бірінің бетіне жалт қарасты. Телефонымызда бар ғой, қазір, деп Аманжол Ахметұлы қалбақтап, сасқалақтап, қолындағы қалта телефонын ашып, баласының фотосуретін тапқанша қатты абдырады. Ақ орамалды көріпкел әйел суретке кірпік қақпастан қадала қарап отырып, ерні күбірлеп Құран сүрелерін оқи бастады. Сосын көзі жасаурап, даусы дірілдеп, балаңыз кісі қолынан мерт болған екен, деп аз кем үнсіз қалды. Сәлден соң, кешіру де, түрмеге қамату да өз қолдарыңызда. Жақсы көру мен жек көрудің арасы бір-ақ қадам, деді сенімді үніммен. Естіген сөздерін бойларына сіңіре алмай, қос қария меңірейе отырып қалды. Келесі адам кіріңіз, деп дауыстады сәуегей әйел. Ертеңіне Мараттың тергеуші жолдасы ойда жоқта үйге қоңырау шалып, амандық саулық сұрасты. Аманжол Ахметұлы, орталық саябаққа жалғыз өзіңіз келе аласыз ба? Бір әңгіме бар еді, деді. Жазған құлда шаршау бар ма? Бұл құнжыңдап дереу сырт киіміне жармасты. Телефон соққан кім екен, деді кемпірі. Ой, кім болушы еді? Бір банктен хабарласты. Кредит аласыз ба, дейді.
Кредиті құрсын, оны қайтемін, деді бұл түбіт шалғысын мойнына орап жатып. Ау отағасы, қызбен кездесуге баратын жас жігіт құсап, тәуір киініп қайда кетіп барасың, деді Ақмарал бәйбіше кекесіңмен. Үйде отыра ішім пысып кетті. Көшеге шығып қан таратып, саябақта біраз серуендеп келсем бе дегем, деп күмілжіді бұл. Ертерек айтпадым ба, мен де бірге шығатын едім ғой, деп күңкілдеді Ақмарал ханым. Ой бәйбіше, сені білемін ғой, ырғалып-жырғалып үйден шығамын дегенше күн батып кетер. Одан да Әлпеш сабақтан келген соң екеуің Мая келіннің қал жағдайын біліп келсеңдер, деді. Зып етіп үйден шығып кетті. Енді сәл бөгелсе, жұбайы етегінен ұстап жібермей қалардай жанталасып такси ұстады. Шақырған уақыттан бұрын барған екен. Жапырақтары түсіп, сидиып, құр қаңқасы ғана қалған зәулім ағаштарды ұзақ аралады. Көптен өз оймен өзі оңаша қалғаны осы еді. Ойпырмай, жалғыз өзімді неге шақырды екен? Кемпірінен жасырып, маған не айтпақ болды екен, дей берді ішінен. Біреуді күткен кезде уақыт өтіп бола ма? Тұла бойын, қойны қонышын күзгі қара суық тіміскілей тінткені сонша, қол аяғы тоңып, тісі тісіне тимей, күллі денесі қалтырай бастады. Жерге тапталып, алды шіри бастаған қара ала, сары ала қалың жапырақты кешіп, терең ой үстінде келе жатқан таныс жігітті алыстан көзі шалған, оның жүрегі солқ ете түскендей болды. Өлер балам өлді, енді неден қорқамын? Алланың басқа салған сынағын қасқайып тұрып қарсы алайын, деп ойлаған ол бойындағы бар күш қуатын жинауға тырысты. Аманжол Ахметұлы, аман сау жүрсіз бе? Апамыз қалай, деді қол алып амандық сұрасқан тергеуші жігіт байыпты үнмен. Шүкіршілік етіп отырмыз ғой, деді бұл буарынша жай барақат көрінуге тырысып. Келгеніңізге көп болды ма? Суық тиіп ауырып қалмаңыз әйтеуір. Жүріңіз, жақын маңдағы бір кафеге барайық. Ыстық шай ма, кофе ме, бірдеңе ішейік, деді тергеуші жігіт бәйек болсын. Жарайды қарағым, барсақ барайық, деп бұл оның сөзін құптай кетті. Бір ақман сүтті шай мен ыстық самсаларға тапсырыс беріп, жайлы орынға жайғасқан соң Аманжол Ахметұлы, не жаңалық айтасың қарағым, деп қасындағы жігіттің көзіне қадала қарады. Бірі жақсы, екіншісі жаман хабар. Қайсысынан бастайын, деді ол ыстық шайын қолындағы қасығымен асықпай былғап отырып. Ақсақал аз кем ойланып қалды. Сосын, жақсы хабарынан бастай бер, жаманат қайда қашар дейсің, деді жүрегі дүрс-дүрс етіп. Сүйінші, Мараттың Мұрат деген 3 жасар баласы бар екен, деді тергеуші жігіт ақырын, бірақ анық үнмен. Басқаны күтсе де, бұндай жаңалықты күтпеген Аманжол ақсақал не күлерін, не жыларын білмей сасқалақтап қалды. Баланың анасы Құралай деген қазақ қызы, Мараттан 10 жастай кіші. Ол да дәрігер ме екен? Деді ол аузына басқа сөз түспей. Жоқ, журналист. Сірә Мараттан сұхбат алуға келіп, бір-бірін ұнатып қалған-ау, деді тергеуші жігіт ыстық шайын үрлей ішіп отырып. Ал ақсақал болса, тас мүсін құсап қақшиған қалпы отырған орнынан қимылдауға қаймықты. Тіпті өз құлағына өзі сенбеді. Бұл бір тәтті түсім болмаса жарар еді, деп ойлайды. Артында шаңыраққа ие болар ұлы қалыпты, соған да шүкір етіңіз, деді жанындағы жігіт. Аманжол Ахметұлы көзінен ыршыған мөлдір тамшыларға ие бола алмай қалды. Өлгені тіріліп, өшкені жанғандай болған ол, шүкір Аллаға, мың сан шүкір, деп күбірлеп, екі көзінен тарамдала аққан ып-ыстық жасын сүртпестен үн-түнсіз ұзақ отырды. Енді жағымсыз жаңалығыңды айта бер қарағым. Ұзаққа созылған үнсіздікті оның сәл қарлығыңқы үні бұзды. Тергеуші жігіт көз әйнекті арық шалдың бетіне зер сала байыппен қарады. Сосын,
Мараттың үйіне жақын маңдағы автотұрақтың және азық-түлік дүкенінің сыртқы бейне бақылау камераларын тексердік. Марат әйелінің чемоданын үйге кіргізіп, өз көлігіне асығыс мініпті. Іле-шала Майя Борисовна да сыртқа атып шығып, үйдің тап қасынан жан ұшыра такси ұстап, күйеуінің ізіне түскен екен, деді күмілжи отырып. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Бұл жала, ол екеуі бір-бірін өлердей жақсы көріп қосылған, деді Аманжол Ахметұлы ышқына дауыстап. Мен сізден бұрын алдымен Майя Борисовнамен жолықтым. Күйеуінің басқа жанға көңілі ауғанын ол көптен бері сезіп жүр екен. Сол қанды оқиға болатын түні Мараттың ізінен қалмай таксимен ілесе отырып, әлгі журналист қыз тұратын үйдің жанына барыпты. Мараттың машинасы тоқтай бергенде бірден көлігіне баса көктей кіріпті. Қызғаныштан қаны қарайып, көзі түк көрмеген ызалы әйел ашу үстінде өз-өзін ұстай алмапты. Үйден шығарда қолына іліккен ас үй пышағын бірден күйеуінің қақ жүрегіне сұғыпты. Қанша дегенмен адамның жанды жерлерін жақсы білетін дәрігер емес пе? Қан әбден атқылап, соңғы тамшысы сарқылғанша табжылмай отырып есіктің тұтқасын, өз қолының ізі қаладау деген жерлердің бәрін мұқият сүртіпті. Сосын қан шашыраған өзінің ақ плашын шешіп, ішкі астарын сыртқа айландырып, білегіне іле сала, жан ұшырып үлкен көшеге шығыпты. Өзінің айтуынша бірден такси ұстап, келген ізімен кері қайтыпты. Машинаның алдыңғы есігін әдейі ашып кеткен екен. Көшеде қыдырып жүрген біреулер қол көсір қанға малшынып жатқан адамды көріп, жедел жәрдем шақырыпты. Дереу полиция да жетіпті. Ол үйге келе сала, қанға бұлғанған сырт киімін, сабымен жүзіне қан қатқан өткір пышағын бір целлофан қалтаға салып, сырттағы қоқыс жәшікке апарып тастапты. Бұлтартпайтын дәлелдер келтіре отырып, бар кінәсін мойнына қойдым, деді талайды көрген тергеуші жігіт бір сарынды қатқыл үнмен. Жарын жанындай жақсы көретін жалғыз келіннен тап осындай қатыгездік күтпеген Аманжол ақсақал есінен танып қала жаздасын. Кеудесін тепкілеген байқұс жүрегін қос қолымен ұстаған қалпы тастай қатып қалды. Көзінен бір тамшы жас та шыққан жоқ. Сірә бағана сүйінішті хабар естіп, егіл-тегіл еңіренгеннен сарқылып қалды екен. Қарағым, деді біраздан соң тілге келіп. Дүнияда намысы тапталып, бойын сұмдық қызғаныш билеген әйел затынан қауіпті ешкім болмайды екен ғой. Соны осы жасқа келгенде енді ұқтым, деді көзін бір нүктеге қадаған қалпы. Әлпешімнің жүрегін одан әрмен жаралағым келмейді. Өзі де ауыр қайғыдан еңсесін көтере алмай жүр. Енді оның шешесін түрмеге қаматсақ, әкесі тіріліп келе ме? Ой аға, осындай адам айтқысыз ауыр қылмасқа барған күнәһар әйелді жазаға тартпай, жайдан жай жібере саламыз ба сонда? Ар жазасы бар жазадан ауыр дегенді ертеректе бір кітаптан оқып едім. Бейшара әйелдің онсыз да ар жазасынан азап шегіп, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылғаны түрінен көрініп тұр ғой. Тірі аруақ сияқты. Өзің ойлап қарашы, дені сау адам жайдан жай психдиспансерге бара ма? Бәлкім жүйкесі ауыратындардың ауруханасына жатсам, түрмеден құтылармын деп ойлаған қулығы шығар. Жабулы қазан жабулы күйінде қалсын қарағым. Ерте ме, кеш пе, бәріміз де ұлы жаратушының алдына барамыз. Сонда ол өз күнәсі үшін өзі жауап берер, деді Аманжол Ахметұлы кесімді үнмен. Тергеуші жігіт не айтарын білмей, қос қолымен шекесін уқалай берді. Айтпақшы, маған әлгі журналист қыздың мекен жайы мен телефонын жазып берші, қарағым.
Алла ғұмыр берсе, енді бойдағы бар күш-қайрат, жиған тергенімізді кішкентай Мұратжанға жұмсайық. Баламыздың артында қалған тұяғы ғой. Тездетіп үйге барып әжесін қуантайын, деді де орнынан серпіле сергек тұрды.